Бұл адамзат тарихындағы ең ауыр қан төгіс. Соғыс аяқталған жолтай күн. Бұл күн. Сол бір қанды қырғыннан қайтпай қалған қыршын боздақтардың асқақ рухтарын аспандайтын күні. Бұл күн. Әділеттің әділетсіздікті жеңген күні. Бұл күн. Бүгінгі ұрпақтың сіздер сыйлаған бейбіт даму жолын одан әрі жалғастырып жатқан күні. Бұл күн. Қан майданда парыз бен намысты алға қойған, қара ниет жауға төтеп берген жауынгерлеріміздің биік рухының мерекесі. Бұл жеңіс оңайлықпен келген жоқ. Майдангерлердің иығына аса ауыр жүк түсіп, отаны, ел үшін от болып жанды, оқ болып атылды. Қаншама боздақтар ұрыс даласынан қайтпай қалды. Арын байрақ, намысын айзат ерлердің қаһармандығы аңызға айналды. Осы қасиетті күні адалдық пен еліне деген жанқиярлық үлгісін көрсеткен қаһармандардың рух алдында бас иіп тағзым етеміз. Сіздердің біздің отанымыздың бостандығы мен тәуелсіздігі үшін шайқастардағы теңдессіз ерліктеріңіз бен табандылықтарыңыз ғасырлар бойы жасай береді. Өйткені сіздер кейінгі ұрпақтың жарқын болашағын қорғап қалу арқылы өздеріңіздің азаматтық және патриоттық парыздарыңызды абыроймен орындап шықтыңыздар. Бүгінгідей айтулы мереке күні өздеріңізге зор денсаулық, жарасты көңіл күй, баянды бақыт, отбасыларыңызға береке тілейміз.